Ассалаумағалейкум Секе, қалыңыз қалай? Сіз өзіңізді как правозащитник ретінде жақсы көрсетесіз. Неге қазақ ішкі саясатына араласып кірмейсіз? Өтініш, мына тупойлардың ішіне кіріп, тас талқанын шығарыңыз, оған сіздің шамаңыз келеді дейді. Арты 72 деген жігіт. Уағалейкум ассалам, мен саясатта жүрмін. Бәріңіз де саясатта жүрсіздер. Мен Қазақстанның саясатына кірмеді деген сөз жоқ. Менің осы жүргізіп отырған сөйлегенімнің өзі саясат. Мен қазақ халқын қайтадан ағарту жұмысымен айналысудамын. Қазақ халқының тарихи, саяси, геосаяси, ұлттық, мемлекеттік нанымын қайтадан ояту үшін, тірілту үшін, қазақты қайта ағартушымын. Менің әкем де ағартушы болған, атам да жәдиттік ағартушы болған, мен де ағартушымын. Міне. Сондықтан бұл саясат. Саясатқа кірмеймін деген бекер сөз. Саясатқа ит қорадағы ит кірмейді, саясатқа есек қорадағы есек кірмейді, саясатқа сиыр қорадағы сиыр кірмейді, саясатқа екі аяқты бенденің бәрі кіреді. Сенің өмірің саясат, сенің киген киімің саясат, сенің балаңның қандай білім алу саясат, сенің жақсы өмір сүресің бе, аш-жалаңаш кедей кепшік болып жүресің бе саясат, сенің аман сау жүресің бе, ұрғары қарақшылар сені кез келген уақытта соттай ма, тірлігің, бизнесің жүре ме, жұмысың жүре ме, балаң дұрыс білім ала ма, бәрі саясат. Ауырсаң дұрыс емделесің бе, бәрі саясат. Сондықтан саясатқа кірмеймін деген сәбеттен қалған, құлдық заманнан қалған дүние. Саясатпен арналасуға, мынау Астананы жаулап отырған, анау ұрғары жемқор депутат, өңкей надан кіл, құлғытанның тұқымдары, солардың төбесіне Құдай саясатпен айналсын деп лицензия беріп, шешесінен туғанда қолына компартияның лицензиясын алып туып па? Жоқ. Саясатпен бүкіл қазақ араласуға қақылы. Қазақ жерінің байлығын сол ұрғары 200 отбасы ғана бөлісіп алуға міндетті құқылы емес. Қазақ жерінің байлығы әрбір қазақтың, әрбір жапа шегіп отырған қазақтың басқаруға, қызығын көруге құқысы бар.